Армысыз көрермен, Әділет ТВ телеарнасының студиясында қонақта жақында ғана сот шешімі шыққан, қоғамда резонансты сотқа, жалпы процеске айналған Нұрай Серікбайдың ісі бойынша біз қонақтарымыз шақырып отырмыз. Марқұм Нұрай Серікбайдың ағасы, бауыры Сұлтан Серікбай және қорғаушысы Аянхан Омаров. Қош келдіңіздер. Енді алдымен сіздерге көңіл білдірем. Иман саламат болсын. Резонансты жағдай деп отырмыз ғой. Қоғамда шынында да қазақша айтқанда атышулы іске айналды. Жағдай қыста орын алды. Я? Қылмыстық оқиға. Одан бері тергеу жүрді. Соттың үкімі де шықты. Заңгер ретінде Аянхан мырза айтыңызшы, әдетте көп процесс ұзаққа созылады. Шешім тез арада шықты. Солай ма, жоқ, мен қателесем бе? Әдетте соттармен аптасына бір процесстен қояды. Себебі бізде әр судьяға түсетін істер жүктемесі өте көп. Сол себепті графиктері тығыз болады, көбінесе судьялардың. Сол үшін аптасына бір процесстен белгілейді. Кейде әртүрлі жағдайларға байланысты, кейде тіпті ол процесстің өзі де кейінге созылып кетуі мүмкін. Тарап келмей қалады, біреудің графигі дұрыс келмей қалады, біреу ауырып қалады деген құсап. Түрлі жағдайлар болады. Иә. Сол себепті бұндай санаттағы істер әдетте 2-3 айға созылады. Ал осы Нұрай Серікбайдың ісіне келетін болсақ, бұл жерде жалпы 7 сот отырысы өткізілді және соттың басталған күнінен аяқталған үкім оқылғанға дейін бар жоғы 20 күн өтті. Менің көзқарасыммен бұл жылдам тез қаралды деп санаймын. Бұл ретте тағы да айта кетерім, осы 20 күннің ішінде бірінші сатыдағы сот, яғни судья Темірәлиевтің төрағалығымен өткен сот істі толық жан-жақты қарады деген пікірде қалдым. Былайша айтқанда, заңгер ретінде көңіліңіз толды ғой процеске жалпы. Сіздің көңіліңізше жәбірленуші тарап ретінде? Сот мырзаға әлі де алғысымыз айтамыз. Істі барынша саралап, барынша детальдеріне қарап, тиісті деңгейде орындады деп ойлаймыз. Бірінші инстанциядағы процестер жүру барысында, әр сот отырысы барысында бәрібір күмән болған шығар, Сұлтан? Енді қорқыныш сезімі әрқашан болады. Бір сенімсіздік сезімі, мүмкін қорқыныш сезімі. Енді әр адамда болатын нәрсе ол. Бірақ соңында сот үкімі шыққан кезде шыны керек қатты, енді кішкентай болсын бір әділдіктің бір сезімін, бір әділдікті сезіндік шыны керек. Өйткені біз осы уақытты қанша 8 ай бойы сонша жүгіріп, сонша бармаған жеріміз жоқ, тоқылатпаған есіміз жоқ, енді бүкіл жерге болдық. Соңында осы шешімді айтқан кезде енді қатты күттік осыны. Сол бір сезім болмаса. Өйткені сен ол қанша ойымдайсың, мысалы 8 айдың ішінде қанша рет ойымдайсың, болмай қала ма, не үшін істеп жатыр, сұрақтар өте көп. Бірақ істі аяғына жеткізіп осы соттың саралауға бүкіл детальдарды, материалдарды берген кезде өздеріңіз білесіз, 19 томның материалдары әрқайсысы 180 беттен. Оның барлығын есептеп, саралап, біз бәрін жинап, енді көмек барынша не алғанбыз. Сол сот соған қарап шешім қабылдап отыр. Басқа бір аспаннан алып отқан жоқ. Бәрі бізде факт бойынша зерттелгеннен кейін сол соттың шешімі әділ деп ойлаймыз. Яғни әдетте бір іс адам басына түссе, мейлі ол денсаулық жағынан болсын, басқа бір көлік жағынан болсын, бұл ретте енді қылмыстық іс болып тұр. Осының өзінде сіздер процесс барысында өздеріңізде заңгер болып кеткен шығарсыздар. Енді бұл біздің трагедия 11 қаңтар басталды ғой, 26 жылы. 26 жылға дейін мен заң жайында мүлде ештеңе білмейтін тұғым. Шыны керек. Кассация деген сөзді мүлде естімеген, апелляция деген мүлде естімеген, соттың қалай болатынын мүлде естімеген, тергеу қалай болатынын, онда шыны керек көп нәрсе білмейтін тұғым. Бірақ бұл істі жүргізу барысында сен білуің керек көп нәрсені. Әйтпесе білім болмаса, өкінішке орай арғы істі қозғалтамайсың.
мен енді Аяннан көп нәрсе сұрап үйреніп алдым, басқа жақтан сұрап үйреніп алдық. Шыны керек, мен мысалы видео түсіруге де қазірдің өзінде мысалы 8 айда үйрендік. Біз оған дейін ешқандай бір видео шығарып әлеуметтік желіге бұлай белсенді түрде ондай жоқ еді. Істің енді барынша бізді қолдау болсыншы деп бүкіл жерге осы енді интервью форматында шығарып, барынша қоғамның енді қолдауына және де осылардың бөлісіп отыруымызға, істің дұрыс жүргізілуіне, яғни барынша ынталандыруға, соның бәрін көрсету үшін енді біз бұны міндетті түрде шығаруымыз керек деп ойладым. Қалай ойлайсыз, қоғам осылай қабылдамаса, бұл алғашқы инстанцияда, алғашқы процесте басқа шешім болуы мүмкін бе еді? Енді бұл сұрақты жауабын айтпақ қойын, енді бәрі белгілі деп ойлаймын. Әр адам өзінің түсінігі бойынша түсінеді. Бірақ біз осы барынша еңбектенгеніміз, осы соттың үкіміне жеткізу, соның бір кішкене болсын бір қоғамға әділдік, біздің қоғамда әділдік бар деген бір сенім бергіміз келді шыны керек. Рахмет. Ал әділдік орнады, соттың үкімі негізді шықты. Көп бейнематериалдарда журналистердің өзі де, тілшілер де, жалпы қоғамда солай айтып жатты. Бірақ деген сөз тұрады. Ол әрине сіздің ата-анаңыздың көкейіндегі бір бәрібір де бір қалған кішкентай бір күмән, иә? Ата-анаңыз үшін енді сіз жауап бере алмайсыз әрине. Дегенмен күнделікті ол кісілермен отырсыз, ол кісілердің эмоциясы сіздің көз алдыңызда өтіп жатыр. Оны қалай бағалар едіңіз? Неге сөз бірақ деген сөз бар? Бірақ қай мағынада? Бірақ ол өмір сүреді, ол тірі ғой деді ғой сіздің анаңыз. Білемін, ол эмоция, білем, ол перзентінің жаңағы жоқтығын әлі қабылдай алмаған ананың күйі, иә? Дегенмен ол өмір бойына сотталып отыр ғой. Енді бұл мысалы бүкіл әлемде қанша 250 мемлекеттер болатын болса, әрқайсысында өзінің заңдылығы бар ғой. Бізде мысалы қылмыстың ең қатыгез түрмен оны жазалау, ол өмір бақи бас бостандығынан айыру. Кейбір елдерде казнь деген бар, белгілі бір нелерде. Енді мысалы мен қазір сіздің алдыңызда отырмын ғой, отбасымыздың атымыздан шығып отырмын. Эмоцияны барынша ұстап, сабырлы түрде жүргізіп отырмын. Рационально ойланып жатырмын. Енді әрине кім өзінің жоғалған ана, мысалы өзінің баласын жоғалтып, егер де қыз өзін кішкентай қыз егер де өзінің өлімімен өлетін болса, бір бөлек. Ауырса дейсіз. Әрине, енді егер де бір бала келіп соны бір рет пышақтаған жоқ, 10 рет пышақтаған жоқ, 20 рет пышақтаған жоқ, 35 рет пышақтап кетсін. Сіз елестетіңіз, енді мен не алмаймын, бірақ сізге түрін де көрсетпейді қыздың. Өйткені түрі невозможно көруге. Жүрек қысылады. Одан кейін енді сен оған айтпайсың ғой, бұл өмір бақи отыра берсін деп жан қайыру деген ондай шыны керек. Мен де мысалы елестете аламын, оны түсінемін. Әкемді де түсінемін, мамамды да түсінемін. Сондықтан мен қазір енді барынша оларға қолдау болуым керек, жанында болуым керек. Юридически, фактически барлығын біз бірге жүргізуім керек. Сол үшін отбасымыздың жағдайын мен өзім сіздерге енді бүкіл қоғамға айтып отыруым керек. Ол енді шырылдаған ананың, әрбір ананың бір несі деп ойлаймын, қалауы деп ойлаймын. Денсаулығы қалай ол кісілердің? Енді ретімен жайлап, оңай нәрсе жоқ. Біздікіндей трагедия ешкімнің басына түспесін деймін. Өйткені біздің іс, мысалы біз осындай интервью беріп, осы Нұрайдың қайтыс болғаннан деген сияқты бір шыны керек жетіскеннен отырған жоқпыз. Жетіспегеннен отырмыз. Сол жетіспегеннің кесірінен осындай анамның қалауы, әкемнің қалауы сондай шығар. Процесс енді басталды. Бұл әлі бастамасы деп те жаздыңыздар, әлеуметтік желіде. Неге бұл бастамасы? Үкім шықты ғой. Процесс, яғни ары қарай жалғасатыны заңдылық деп тұрсыздар ғой, солай ма? Енді Аян бұл жері юридически түсіндіріп берсе. Бұл жерін айтсам, қылмыстық іс жалпы бірнеше сатыдан тұрады. Яғни сотқа дейінгі тергеп тексеру сатысы, ол іс
қылмыс орын алғаннан сотқа кеткенге дейінгі аралықты айтамыз. Одан кейін бірінші сатыдағы сот дейді. Ол қазір біз көріп отқан үкім шығуы. Ол бірінші сатыдағы сот. Одан кейінгі саты апелляциялық сот сатысы болады. Одан да жоғары саты бар, кассациялық саты қарайды. Яғни әр сатының өзінің сәйкес өкілеттіктері мен міндеттері бар. Бұл жерде іс әлі жалғасын тауып жатыр, енді басталды дегенімізді мен былай түсіндірерім. Кезекті 2 сатыдан өттік. Тергеуде сотталған адамның кінәсін дәлелденіп, дәлелдемелер жиналып, сотқа ұсынылды. Сот сол ұсынылған дәлелдемелердің жиынтығында біздің пікірімізше өте әділ шешім шығарды деп отырмыз. Алайда бұл үкім әлі өзінің күшіне енген жоқ. Себебі оның күшіне енуіне 15 күн мерзімі бар. Сол мерзім ішінде қандай да бір тарап болсын, үкіммен келіспеген жағдайда апелляциялық шағым беруіне құқысы бар. Қайта қаралуына. Апелляциялық шағым үкімді күшінде қалдыруы мүмкін. Өкілеттіктерін айта кетсем, немесе қандай да бір бөлігінде өзгеріс енгізуі мүмкін, немесе толығымен жаңа құрамға қайтадан қарауға да жіберуге құқысы бар. Яғни бұл жерде қарсы тараптың қазір қандай апелляциялық шағым келтіретінін білмеймін, әлі онымен танысқан жоқпыз. Бірақ ары қарай ол сатыдан өткеннен кейін де менің пікірімше кассациялық сатыға да біз баратын сияқтымыз. Өйткені резонанс тудырған іс, бәрібір бұл шешім тым ауыр деп санайтындар табылады, онымен келіспейтіндер табылады. Сол себепті ары қарай жұмыс жалғасып жатыр деген ол осы мағына. Толық нүкте қойылды деп тек қана кассациялық соттың шешімінен кейін ғана айта аламыз. Оған қоса, өздеріңіз білесіз, бастығымыз тергеуші келген. Тергеуші алдында сот процесі кезінде жауап берген. Сол оған байланысты іс тоже қозғалады. Соған оның ісі де бөлек жүргізілетін болады. Оны да бақылауда сақтап отыруымыз керек. Ол қандай іс, жасырын емес пе? Біздің өтінішімізді қабылдамаған, заявлениемізді Нұрайдың несін соған байланысты алғашқы кезде немқұрайлықпен қараған жұмысын. Ол құқық қорғау органдарына қатысты сіздердің уәждеріңіз. Және материалдық көмек. Бұл да мәселе бар, иә? Себебі сіздердің талап 10 миллиард теңге тұғын. Моральдық шығын. Ал соттың үкімі бойынша 25 миллион теңге көлемінде деп шешілді. Неге 10 миллиард теңге? Ол қайдан шыққан сома? 10 миллиард теңге шыны керек, біз бәрін қаралап саралап істедік. Біз аспаннан аған жоқпыз. Тағы да айтам. Енді бұл жерде 10 миллиард деп енді біз өзіміз білеміз. Яғни жәбірленуші тарап өзі біледі, қанша сума айтса да. Соттың өзі үкімі кезінде өзі бекітеді қанша суманы, сол суманың арасынан қабылдайтынын. Мысалы, біз 10 миллиард дедік, сот 25 миллионды одобрение берді. Бұл жерде негізі формат юридический. Яғни бұл егер өмірбақи бас бостандығынан айырылатын болса, бұның УДО және условно немесе басқа да жазасын жеңілдететін нәрселермен шығып кетпеу үшін максимально үлкен сумма берілу керек моральдық шығынға. Өйткені өмірбақи төлей алмайтындай етіп. Сол кезде ғана өмірбақи бас бостандығынан айырылу керек деген ол бекітілетін болады. Бізге шыны керек материалдық жағынан қатты бізге бұл ақша қызық емес. Тағы айтам, бізге тек әділ жаза, әділ іс жүргізілсе, және тек өмірбақи бас бостандығынан айырылса, басқа біздің қалауымыз жоқ. Енді әрине қоғам болғаннан кейін пікір де әртүрлі, иә. Бұл жерде енді өкінішті, өте өкінішті, қатыгездікпен өлтірілген бауырыңыз. Ал бір істерде 10 адам, 7 адам, тағы 15 адамға дейін өлтірілген фактілер бар. Мысалға, әскери бағытта бір сондай резонансты іс болды. Ол жерде 15 адам өлтірген азаматқа өмір бойына үкім шығарылды. Жаза солай, жазасын өтеп жатыр. Олармен салыстырғанда бұл іс ше, мысалға, жоқ сіздер
осы шешім егер басқаша қаралатын болса, онымен келіспейміз деп, яғни негізді түрде аяғына дейін барасыздар, иә? Негізі түсініп отырмын сіздің сұрағыңызды. Өйткені енді өмір бақи бас бостандығынан айыратын адамдар бір ерекше адам деп жатсыз ғой, түсініп отқаным бойынша. Енді ол шектен тыс шыққан да, дұрыс, мен ақтап отырған жоқпын. Ол 35 рет пышақ ұру деген, ол енді шын мәнінде сол кездегі енді аффект деп айта алмаймын, ол барлығын біліп тұрды, бірақ ызамен ба, бір қатты бір көңіл күйде шығар, енді оны бір Құдай біледі ғой да, мысалға. Біз айтып отырмын ғой, біз тек ауызбен сөйлемейміз, тек юридически доказательствомен сөйлейміз. Яғни бізде 3 бап бекітілген. 3 баптың біреуінде, осы ең соңғысы 99-да 2-де, және өмір бақи бас бостандығынан айыру деген сөз бар. Яғни бұл жерде біз егерде біз келісетін едік, егерде 3 баптың ішінде сол өмір бақи бас бостандығынан айыру жоқ болатын болса. Бірақ бар. Біз юридически бекіттік. Заң бойынша деп отырсыз. Біз оны енді аян бізде өзі тергеуші болып жұмыс істеген кезінде соның толықтай несімен юридически полностью біз зерделеп, барынша саралап, толықтай осындай материалдармен бекітіп, осы баптарды бекіту біздің мақсатымыз болған. Сол мақсаттарды бекіткеннен кейін сот соған қарап шешім қабылдады. Ең соңында өзіңіз айтып, үкім шығарған кезде енді 3 бапты айтып кетті ғой. Иә. Соны аянын айтып жіберсінші, сол 3 бапты. Бұл жерде менің пікірімше бұл шығарылған үкім тек қана жалғыз Нұрай Серікбайдың оған қатысты жасалған қылмыстық іс бойынша деп бір жақтама қарауға болмайды. Бұл алдағы уақытта осындай тектес қайғылы оқиғалардың алдын алуға бағытталған, осындай қылмыстардың болдырмауға, профилактикаға бағытталған жұмыс деп қарауы тиіс. Себебі қазіргі біздің қоғамда әйелдер, қыз балалар әсіресе осал әлсіз жандар болып табылады. Оған мысал көп. Бұл жерде бұл істің осындай жаза тағайындалғанның менің пікірімше ол себебі бұл әшейін қатардағы кісі өлтіру ретінде бұны бағалауға болмайды. Бұл жерде осы соттың үкіміне сәйкес сотталған тұлғаның бұл қылмысқа бару себебі қыздың жоқ дегенін қабылдай алмағанында болып тұр. Яғни менікі болмасаң ешкімге де бұйырмайсың деген өзінің логикасына сүйеніп сондай әрекетке барды. Бұл кісі өлтіру пайда күнемдік мақсатта жасалған жоқ, кек алу мақсаты емес, немесе өзге де азғындық әрекеттерді жасыру мақсатында, басқа қылмыс жасыру мақсатында жасалған жоқ. Бұл некеге тұруға мәжбүрлеуден бас тартқаннан кейін, ұзаққа созылған сталкинг әрекетінің салдарынан кейін Нұрай Серікбайдың оның сотталған адамның сезіміне жоқ дегені үшін осындай әрекетке барып отыр. Қатыгездік. Өкінішке орай біздің қоғамда қыздар қауымы осындай ситуацияға көптеп кездесіп отыр. Мен өзім сот жарыссөздерінде айтқам, бұл үкім егер әділ осылай шығатын болса, онда ол басқа қазақ қыздарының, қазақ әйелдерінің үнін заң шығарушы орган, билік естіді деген сигнал болып әсіресе табылады. дер кезінде естуі керек. Иә, өйткені тағы да біздің пікірімізше, егер осы алып қашу оқиғасы кезінде тергеу органымен тиісті шаралар қабылданса, ең болмағанда алып қашу оқиғасы бізде Алматы қаласынан басталған, Нұрай Серікбайдың арызын аумақтығы тергеу реттілігі бойынша Алматы қаласына жіберген кезінде мына тергеушіге мен ойымша қазір ештеңе болмас еді. Бірақ ол өзіне жауапкершілікті алып, басқа қарайтын органның өзінің өкілеттігін өзіне алып, өзі бұл жерде қылмыс құрамы жоқ деген шешім қабылдап отыр. Сол себепті менің ойым, егер сол кезде осы сотталған тұлғаға қатысты некеге тұруға мәжбүрлеу
бабымен жауапкершілік қаралса, ол кезде ол бап күшіне енген тұғын. Бізде алып қашу 4-5 қазан күні орын алса, алып қашу бабы некеге тұруға мәжбүрлеу 16 қыркүйек 2025 жылы күшіне еніп қолданысқа енгізілген. Сол баппен қылмыстық жауапкершілікке егер тартылған жағдайда, мүмкін ол өзінің әрекетінің қылмыс екенін ұғынып, ендігәрі Нұрайға қайтадан жақындаса сталкинг екенін түсініп, осы қайғылы оқиғаның алдын алуға, тіпті оны болдырмауға да мүмкін болар ма еді деген ой бізде. Сол үшін үкімді әділ деп санаймыз, себебі алдағы уақытта осындай некеге тұруға мәжбүрлеуге, сол әрекетке барғысы келетін, адамның соңынан сталкинг жасап, аңдып, мазасын алмай жүрген, соған әрекетке барғысы кеп тұрған адамдарға бұл сабақ болуы тиіс деп мен ойлаймын. Әрине сабақ болса, сабақ болсын лайым. Себебі күні бүгін мен тағы бір осындай оқиғаны естідім. 3 жыл таныс қыз бен жігіт ретінде қарым-қатынасы бар, бір-бірін сыйлайды, жақсы көреді, сезімін білдіреді. Бірақ қандай не мәселе туындағаны енді беймәлім. Қызды жігіт бірнеше жерінен пышақтап, өкінішке қарай әрине жаралы, бірақ тірі. Ең бастысы ол қыз қансырап, кейін тиісті органдарға жеткен. Қазір енді ол арыз талабын беріп, шағымын өткізіп жатыр. Енді жақын күндері мүмкін әлеуметтік желіден де жалпы жария болар. Енді ары қарай оқиғаның қалай өрбитінін ол адамдар өздері біледі ғой. Бірақ сабақ болса екен деген тұстардың көбісі сабақ болмай жатыр ғой. Өкініштісі өте көп. Ол жария болғаны бір, жария болмағаны қаншама. Мысалы да, тіпті өзара бір ер азаматтардың арасындағы дүниелерден де талай-талай оқиғалар ары қарай ұласып кетіп жатыр. Әрине қоғам болғаннан кейін адам көп дейміз, әртүрлі пікір де бар, әртүрлі қылмыс та бар, түрлі әрекет те болады. Бірақ неге қатыгезбіз біз? Неге осылай болып кетті? Неге деген сұрақ біз қашанғы осылай қоя береміз? Енді жалғыз сіздер емес қой бұған жауап беретін да, мысалға. Әр адам жауап беруі керек. Бірақ бәрібір практикаңыздағы соңғы жылдардағы істердің ішінде енді ең бір жан түршігерлік оқиға осы ма? Бұдан да параллельно тағы да бірнешеу болды ма осындай? Осы тектес. Тәжірибемде көптеген істер болған. Адам өлтірулерді де қарастырғам, өзім тергеуші кезімде де ондай істер тергегем. Қазіргі адвокаттық тәжірибемде де ондай істер болған. Бірақ аса осындай әлеуметтік мәселені осылай тереңнен қозғайтын, халықтың наразылығын тудыратын осындай іс, ол менде де осы тек Нұрай Серікбайдың ісі ғана. Ал сіз жаңа айтып отырсыз, неге деп. Менің пікірімше, бұл жерде сұрақты әр адам өзіне қою керек. Себебі тәрбие отбасыдан басталады демекші. Сол құндылықтарды отбасыда балаға, қызға сіңіру керек деп санаймын. Себебі бізде қазір менің көзқарасыммен ескіріп кеткен мақалдар, мәтелдер көп. Әйел белде, бала жолда деген сияқты, немесе қызға 40 үйден тыйым. Оған қоса ұзатылып атқан қызға тілек айтады, батқан жеріңде тастай батып судайсың деп. Мен осы мақалдармен мен қазір келіспеймін. Себебі әлеуметтік қылмыстардың орын алу себебі біз қызға тыйым деп қызды қыз қонақ, қыз жат жұрттық деп осылай өсіреміз да, ал баланы қызды сыйла, ол біреудің қызы, ол сенің жарың, ол болашақ балаларың анасы, құрметпен қара, қорған бола біл деген құндылықтарды біз сіңіріп жатқан жоқпыз. Соның оған қоса жаңағы айтқаным, қызға айтады, сен ертең қонақсың, сен басқа жаққа барасың, сен
үйің сол дейді, ол жерде келінсің сенің орның мынандай деп, ол жерде былайша шеттетеді. Былайша айтқанда қыздың баратын жері болмай, тәуелділік осыдан басталады. Және күйеулерінің әйелдеріне зорлық зомбылықпен, анағұрлым әйел затына деген төмендікпен қарауы да осыдан орын алады. Бұған бір ғана мысалы кешегі 2-3 күн алдын Жамбыл облысы Меркі ауданында орын алған анау Барни шоколад үшін соққыға жығылып қайтыс болды деген қарындасымыздың оқиғасы. Бұл жерде де мен әлеуметтік желі қарап отыруына қарай, ол жерде де содан болған, қыздың баратын жері болмаған дейді, мына жақтан қысым көрген, осы секілді оқиғалар көп. Ал мынау алып қашу мәселесіне егер қазір қайта оралатын болсам, мен оны алдында айтқам, осы біздің қоғамда, әсіресе оңтүстікте қыз алып қашып үйленіп ары қарай отбасы болып кетемін деу бізде кеңінен таралған, өкінішке орай. Оның егер себебі жігіт қызды өзінің таныммен, ақыл ойымен, біліммен, тәрбиесімен, өз еркімен, күштемей, мәжбүрлемей, құда түсу салтымен үйлене алуға шамасы жетпегендіктен деп мен ойлаймын, ол осы алып қашуға барады. Әлеуметтік мәселе туындайды. Өйткені біздің заманда қыздар, жастар егер бірдей қарасақ, жігіттерге қарағанда дамыған, өзін дамытады, курстарға барады, шетелге шығады, қосымша мамандықтар үйренеді. Кітапханаға барсаңыз толған қыздар, кітап дүкенінде кітап алып жатқандардың бәрі қыздар. Сол себепті жігіт сол қызға өзінің романтикалық жолмен, келісіммен қолы жетпейтінін біліп, осындай алып қашу деген жабайы тырнақшаның ішінде дәстүр деп айтуға тілім бармайды, осындай үрдіске, сондай әрекетке барады деп мен сол үшін ойлаймын. Енді әр мақал мәтелдің астары бар, бәрін бірдей жаман деуге де болмайды. Мен осы жерде сәл не айтайыншы десем, қыз қонақ деп шын мәнінде қадірлеу керек қызды деген мағына ғой ол. Бірақ енді оны ары қарай түсіндіру, дәріптеу, дұрыс айтасыз, ол енді отбасындағы тәрбиеге тікелей байланысты. Нұрай болашақта қандай мамандық иесі болу керек еді? Алматы қаласында Казгасада ол дизайнер одежды, яғни дизайн саласында. Ары қарай оқуын бітіріп, Еуропаға түскісі келген арманы бар тұғын. Біз оны барынша қолдайтын тұғынбыз. Өзі сол мамандық таңдаған болатын. Біз сол мамандықты қолдайық деп Алматыға бірге барып, бірге тапсырып, стипендияға түсіп, барынша енді ары қарай оқуын жалғастырып кеткен болатын. Негізі армандары өте көп тұғын. Енді отбасымызға деген үлкен үйде тұрамыз, бесеуміз отбасыларымызбен келеміз, бір бас қосамыз, апта сайын бас қосып отырамыз, кешке енді шашлык істеп, прям күшті болып отырамыз деген сияқты өзі айтатын тұғын оның барлығын. Өйткені Нұрай біздің отбасымыздың тірегі, яғни бәрімізді басымыз қосатын сол Нұрай еді. Өйткені жылы жүректі, мейірімді. Әрқашан біздің көңілімізге қарайтын, күлімдеп жүретін, сұрайтын, жағдайыңыз қалай, анау деген сияқты. Енді отбасымыздың ең жылы адамы Нұрай тұғын. Енді о дүниесі жылы болсын, жарық болсын. Алда, яғни процестің жалғасы дейсіздер ғой, иә? Әрине, өйткені бұл, мысалы, біз бір процесті аяқтадық. Сол операция кассация тергеушінің несі бар, ол тергеушінен кейін тағы да істер болады, яғни операция қайттан беру мүмкін деген сияқты. Және біздің моральдық компетенциямызды тоже өзгертуіміз керек. Талап етесіздер, аяғына дейін. Енді заңгер ретінде былайша көресіз ғой кішкене, айтайық, интуиция дегенде болады ғой, иә? Мысалға, адами тұрғыда бір сезіну, сот үкімі, сол шешім осы күйінде қалуы қанша процент сіздің ойыңызша мүмкінділігі? Енді мен нақты
Ал апелляциялық сот Енді әрине мен алқасының маман ретінде әрекетіне- ойыңызды сұрап отырмын да жалпы. оны мен жауап бере алмаймын, оны қандай шешім қабылдайды, қалай қылады. Яғни негіздемелер бар ғой деп сұрап отырмын да, мысалға заң тұрғысынан. Бірақ қай тарапта шағым түсірмесе, ол объективті түрде қаралуға жатады. Жаңа Сұлтан айтып өткендей, біз әлі оны ақылдасамыз. Мүмкін осы талап арыз моральдық шығын туралы мүмкін біз де беріп қалармыз апелляциялық шағым. Ол сұрақ әзірге ашық. Біздің оны ойланатын уақытымыз бар. Ол 25 миллион теңгеден бөлек па сонда? Өйткені біз сот тергеуі барысында 10 миллиард теңге деп біз талап арыз келтірдік. Ол моральдық шығын. Одан бөлек осы Нұрай Серікбай қайтыс болғаннан бергі осы іс-әрекетке жұмсалған материалдық шығындар бар. Ол жаңағы өзіңіз білесіз, жөн жоралғысы бар, жаназасы, қырқы, жетісі, бейсенбілігі деген басына белгі тас орнату, оның бәрі ол шығындар. Сол жөнінде шағым беретін шығармыз. Әлі сұрақ ашық. Ал апелляциялық сот алқасы қандай шешім қабылдайды дегенді мен нақты жауап бере алмаймын. Бірақ сенімім мол, ол жердегі отырған судьялар білікті, білімді, тәжірибелі судьялар әділ, объективті шешім қабылдайды деп үміттенемін, сенім бар. Ол жақта 3 судья болады. Сондықтан барынша үміттенеміз, барынша сенеміз. Сіздер қазір дайындық жүргізіп жатсыздар. Әрине. Енді шыны керек, соттан кейін қатты ауырып қалғанымыз бар. Содан кейін қазірдің өзінде сәл ауырып тұрғаным бар, бірақ ары қарай жұмысымызды жалғастыруымыз керек. Бәсеңсуге болмайды дейсіз ғой? Бәсеңсуге болмайды. Уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Сұхбатқа келіскендеріңізге рахмет. Өйткені мұндай процестің барысында шын мәнінде сұхбатты жүргізу, сұхбат берудің өзі де қаншалықты былайша жайсыз, қиын екенін түсінемін. Қазбалай беру, былайша айтқанда, жүректегі жараны ол жазбайды, керісінше ол ары қарай тереңдете беретіні де заңды. Сондықтан бекем болыңыздар, сенімді болыңыздар, сенім ақталсын. Алдағы уақытта жаңағы сіз айтпақшы, көп жігітке де, көп қызға да әр әрекетінде көп нәрселер осындай сабақ болсын. Менің тілегім сол. Ешбір отбасында қайғылы жағдай болмасын. Ешкім бір-біріне қатыгездікпен қол жұмсау дегенді тіпті ойына да кірмейтін уақыт болсын. Жалпы Қазақстанның өзінде халқы өте аз ғой, былайша қарап тұрсаңыз. Әлемдегі көп елдердің ішінде де, мысалға. Сондықтан біз бір-бірімізге былай шүйлігіп, бір-бірімізге қатыгездік таныта беретін болсақ, біз алға қарай дамуды онда шегеріп қоямыз. Сондықтан біздің жақсы деген нәтижелермен дамитын күндеріміз көп болсын. Тағы да көңіл білдіргім келеді. Айтқаныңыз келсін. Сізге рахмет, Зәуре ханым, шақырып осылай. Бұл енді жай пікір алмасу, себебі сот процесі әлі толығымен аяқталмаса да, менің қаншалықты моральдық құқығым бар екеніне өзімде шынымды айтсам қиналыңқырап отырмын сұрақ қойған кезде. Дегенмен пікір қажет, қоғамдық пікір тудыру ол біздің де міндетіміз кәсіби тұрғыда. Сондықтан бәрі оңынан болсын. Құдай қаласа. Рахмет сізге.